Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Гербет сайтынан келген кезекті тапсырыс. Бұл тапсырыс бір айға жуық уақыт жүрді. Гербет сайтынан 400 шатаспасам $18 тапсырыс берілген. Мінекей осындай қорапшада шеттер кішкене майысып болған екен. Ішін ашып, прошивкасын өзгерткен болса керек шамасы. Мінекей OnePlus 3 смартфоны, 3000 дейді, яғни бұл Қытай нарығына арналған смартфон. Мінекей коробкасы тура OnePlus X-ның коробкасы сияқты. Мінекей қытайлықтар ашып теріс сыласаған екен. Мінекей осындай OnePlus 3 смартфоны. 5,5 дюймді, мінекей былай өте жіңішке, жақсы көрінеді. Қазір қосыла берсін, комплектациясын тексеріп жіберейік. Комплектациясында мінекей мына жерде инструкция болу керек. Басқа еш нәрсе жоқ бұның ішінде. Мінекей Quick Start Guide дейді. Мінекей былай алынады екен, мынау мінекей OnePlus-ның наклейкасы. Мынау мінекей Қытай тілінде Quick Start болу керек. Қытай тілінде және ағылшын тілінде осындай инструкциялар бар. Және мінекей мынандай тағы бір OnePlus-тың бізге арналған хаты. Және мінекей кабелі USB Type-C болу керек. Және зарядкасы. Бұл зарядкасы жаңағыдай жылдам зарядты қолдайды. Мінекей характеристикасын көретін болсақ, 5 вольт 4 ампер, яғни мынау 4 ампер токпен зарядтайды. Яғни басқа зарядтардан қарағанда 2-4 есе жылдам зарядтайды деген сөз. Комплектациясы осы. Смартфонымыздың өзін көрейік мінекей. Мінекей мына жерде кнопкасы, басты меню кнопкасы. Бұл әрі сканер, саусақ іздерінің сканер қызметін атқарады. Және мына жерде әлсіз ғана көрініп тұрған бір екі мінекей байқасаңыздар. Екі подсветкасы бар. Біреу мінекей соңғы ашылған приложение және артқа деген қызмет атқарады. Бұл жерде Oxygen операциялық жүйесі орнатылған болу керек. Қазір бірінші орыс тілін қойып алайық. Мінекей орыс тілі болды. Телефон туралы көретін болсақ, мінекей Android-ның версиясы 6. Oxygen 3.1.3 дейді. Яғни Oxygen жаңағындай международный версиясы, халықаралық. Мінекей жарықтығы. Бұл телефонның характеристикасына келетін болсам, Snapdragon 820 процессор орнатылған, 6 гигабайт азу, жедел жад 64 гигабайт болу керек. Шатаспасам. Және камерасы 16 мегапиксель болу керек. Жаңа Xiaomi Mi 5-тегідей камера болады. Және экраны дюймы 5,5 Full HD, яғни 1920-да 1080 пиксель кеңейтілімі. Мінекей смартфонның сол жағында дауыс реттегіш батырмасы және OnePlus-тардың өзіне тән үш режим өзгертуге арналған осындай қозғалтқыш батырмасы бар. Сол жағында симкаға арналған лаптоп. Ашық дейміз. Бұл жерде қазір ашып көрейік. 2 нано сим болу керек. 2 нано симге арналған ашық. Флешка салынбайды.
төменгі жағында мінекей микрофонға, гарнитураға арналған ұяшық, микрофон, USB Type-C порты және динамик. Мінекей арт жағы корпусы түгелдей дерлік металл, және астында және үстінде мынандай антеннаға арналған осындай пластик жолақшалары бар. Және камерасы, вспышкасы, және мына OnePlus-тың эмблемасы. Эмблемасы бұл әншейін сурет емес, бұлай ойылып, мінекей көрсеңіздер, ойылып жазылған. Мінекей бұның дисплейі Super AMOLED дейді. Яғни бұл жерде қара түс, таза қара болып көрінеді. Батареясы 3000 мАh болу керек. Мінекей бұл OnePlus фирмасының соңғы шығарған флагман смартфоны. Мінекей мынау жанындағы OnePlus X смартфоны. Екеуінің көлемін салыстыратын болсақ, әлде қайда мінекей кіші, өйткені мынау 5 дюймдық, мынау 5,5 дюймдық. Бұлай жалпы қарағанда дисплейлері өте ұқсас. Екеуінде де Super AMOLED. Бірақ енді бірдей тексере алмаймыз, өйткені менде мына жерде Cyanogen операциялық жүйесі тұр, мына жерде Oxygen. Жалпы мінекей OnePlus смартфондар өздерінің жасалу сапасымен мақтан алады. Жалпы смартфон жаман емес. Қазір мінекей мына AliExpress-тен келген Milken фирмасының чехолы болу керек. Салып тексеріп жіберейік. Бірден мінекей Milken деген сапалы чехол шығаратын жақсы фирмалардың бірі. Мінекей өзінің фирмалық Milken деген жазуы бар. Чехол өте жақсы отырды. Барлық мінекей тесіктері, барлығы өз орнында тұр. Мына жерде тіпті мына USB портын жауып қоятын мүмкіндігі бар екен. Кнопкалардың бәрі жақсы басылады. Өте керемет чехол. Алсаңыздар, осындай сапалы чехол бір алу керек. Жалпы мінекей достар, жалпы смартфонның сипаттамалары осындай. Өте мықты смартфон. Бұның камерасын жақсы мақтап жатады, өйткені камерасы жаңағыдай оптикалық және цифрлық стабилизаторға ие. Мінекей жүріп келе жатып суретке түсірген кезде онша қатты селкілдемейді видео. Мінекей камерасында ручной режим бар екен. Бұның ішінде мінекей ISO таңдауға болады, освещениесін таңдауға болады. Және мынандай выдержканы таңдауға болады. Бірі жақсы, мінекей бірден қаншалықты выдержка жасалды, бірден көріп отыруға болады. Мінекей қарасаңыздар, өте жақсы. Выдержкадан бөлек мінекей мынандай ручной фокус дейді. Фокусты де қолмен осылай келтіруге болады. Камерасын енді бір-екі сурет және видео түсіріп көреміз алдағы уақытта. Дисплей мінекей өте керемет, жарық. Мінекей автояркостьті өшіріп тастадық. Минималды жарық мінекей осындай. Түн ішінде көзге қатты әсер етпейді. Бір жақсы. Күндіз тікелей күн сәулесінде өте жақсы көрінеді. Қазір саусақ іздері сканерін тексеріп көрейік. Мінекей достар, саусағымды жай ғана тигізем, бірден шықты. Ал егер басқа саусағым тигізетін болсам, дұрыс емес, мінекей вибрация беріп жатыр.
яғни менің саусақ іздерімді қабылдамайды. Слишком много попыток дейді, көрдіңіздер ғой. Мінекей дауысының қаттылығы, тұнықтығы. Мінекей дауысының қаттылығы да өте жақсы, өте тұнық, таза шығады. Мінекей өте ыңғайлы, керемет смартфон. Мінекей мына дисплейінің шеттері мынандай домалақтанған, мынандай ары бері свайп жасағанға өте ыңғайлы, мына OnePlus-тағы да сияқты. Дизайны мінекей өте керемет деп айтуға болады, өте ыңғайлы, қатты ауыр да емес. Жұп-жұқа аккумулятор, соған қарамастан аккумуляторы 3000 мАh. Мінекей достар, назар қойып көргендеріңіз үшін көп рахмет. Арнамызға жазылып лайк басыңыздар, ВКонтактедегі тобымызға жазылып, сұрақтарыңыз болса сол жерде қойсаңыздар болады. Сау болыңыздар.